сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен тәжірибе жасап көреміз. Тәжірибеміздің аты Жанартаудың атқылауы деген тақырыпта. Балалар, бізге тәжірибе жасау үшін не керек екен? Қараңдаршы. Не көріпсіңдер? Мына не балалар? Төгі май. Сұйық май керек. Су керек. Және де түрлі түсті бояулар керек. Көпіргіш мынандай зат керек екен. Және мынандай 2 стақан керек болады екен. Ал енді Жанартау қалай атқылайды екен? Бірінші не істейміз балалар? Нені құямыз? Суды құяйық. 2 стақанға да құяйын, мына жаққа да құяйық. Қараңдар, қарап тұрыңдар. Не құйып қойдық балалар? Су құйдық, балалар? Енді қараңдар, сұйық май құямыз. Судың үстіне. Балалар? Құйдық, Енді бояуды сендер салыңдаршы. Біреуің мына бояуды сал, сен жасыл бояуды сал. Қасықпен аласың. Ала ғой. Кішкене ал да маған сал. Тамаша. Салыңдар ма? Қазір көмектесші. Сала. Болды, жеткілікті. Енді қараңдар. Мынадан біреуден алып салдыр. Маған саласың сен. Сен маған саласың. Енді мұқият қараңдар. Қандай не болады екен? Қараңдар айнасын. Қараңдаршы, не істеп жатыр? Жасыл түсті боянып жатыр. Бізде жасыл түсті Жанартау атқылап жатыр. Сенде қандай түсте? Тоқсары түсте. Қараңдаршы, жақындап келіп қараңдар. Тағы да бір-бірден салып көріңдер. Ала ғой, мына көпіргіш затты салсам, әдемі бұлқан шығады екен, балалар? Сал. Менде не тай? Қараңдар. Қызықты ма балалар сендерге? Тәжірибеміз ұнады ма? Сонымен тәжірибеміз қандай әдемі